Сәлем достар, хай! Ағылшын тілін тез және оңай үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағылшын тілінде қалай оңай және тез сөз жаттауға болады, соны мысалдармен қарастырамыз. Жалпы сөз жаттауда біз барлық сезім мүшелерімізді іске қосуымыз қажет. Ол дегеніміз эмоцияларды жай ғана белсенді емес, өте жоғары белсенді деңгейге көтеруіміз керек. Неге дейсіздер ғой? Өйткені, мысалы, кез келген жаңалықты біз естіген кезде бірден ол жаңалықты миымызға сақтап, оны бірнеше адамға қайталап айтамыз. Неге? Өйткені біз таң қалып отырған эмоцияда отырамыз, таң қалып қабылдаймыз. Солай ма екен деп. Сондықтан да оны тіпті бірнеше жыл өтіп кеткенде де ол жаңалықтарды қайталап айтып отырамыз. Сондықтан да кез келген сөзді жаттаған кезде біз эмоцияларымызды, бірнеше сезімдерді іске қосуымыз керек. Мысалы, тыңдауымыз керек, міндетті түрде қалай айтылады, қалай дыбысталады, сезінуіміз керек. Қазір сол сөзді естіген кезде сондай жағдайда отырғандай болып, көз алдымызда елестетуіміз керек, естуіміз керек, айтуымыз керек айғайлап, және бірнеше рет қайталап сөздерді айту арқылы біз жадымызға мықтап сөздерді жаттап алады екенбіз. Мысалы, мына суретте қарасаңыздар, сығу, squeeze, яғни сөзді бірінші тыңдаймыз, айтылуын, дыбысталуын, және көз алдымызға елестетеміз. Допты немесе лимонды, тіпті апельсинді, помидорды мұжып отырғандарыңызды елестетіп қайталаңыздар. Squeeze, ұру, hit. Фильмдерде көріп жатқан бір сценалар болсын, тіпті көшеде көріп жатқан ұрған кезде жаныңыз ашып, қандай сезімде болдыңыз, соны есіңізге түсіріп, қайталау арқылы, айту арқылы сөзді жаттаймыз. Hit, ұру, және ұрған кезде қандай ауыр нәрсені сезінеміз, соны еске түсіреміз. Келесі laugh, күлу. Өзіңіздің сондай бір рахаттанып, керемет қуаныш сәтте отырып күлгеніңіз, немесе таныстарыңыздың айғайлап, жан тәнімен рахаттанып айғайлап күлген есіңізге түсіріп қайталаңыз. Laugh. Ал енді келесі chewing, шайнау, chewing. Өзіңіздің сағыз шайнап отырғаныңызды, немесе тамақ ішіп шайнап отырғаныңызды елестетіп, бойыңыздан өткізіп, қандай сәтте, қандай әсер аласыз шайнаған кезде, немесе таныстарыңыздың дауыс шығарып отырғанын елестету арқылы қайталаймыз. Chewing. Cough, жөтелу. Тағы да жаныңызда жөтеліп отырған адам болса, сол адамның күйіне еніп, немесе өзіңіздің жөтеліп ауырған кезіңізді есіңізге салып, cough деп жөтеліп, арасында жөтеліп қойсаңыз да болады. Cough, жөтелу. Келесі енді сөздерді суретсіз ағылшын баламасын дұрыс оқуға тырысып көреміз. Chewing, laugh, cough, hit, squeeze. Ал енді қазақша баламасын беріп көрейік. Chewing, шайнау, laugh, күлу, cough, жөтелу, hit, ұру, squeeze, сығу. Ал енді бір күліп, мәз боп рахаттанып отырған адамдарды жай ғана суретіне қарап, бірден сөз ойымызға келе кету керек. Не дейміз күлген адамды? Күлу, laugh. Немесе мұжып отырсыз, қазір қолыңызбен шарикті немесе лимонды мұжып жатырсыз, денеңіз тітіркеніп. Қандай сөз келеді? Бағанан бері қайталаған squeeze деп бірнеше рет қайталаңыз. Келесі hit. Денеңізге біреудің қолы ауыр тиіп кетсе, қандай әсерде боласыз, қандай күй кешесіз? Әрине жаныңыз шығып кетердей ауырады, сол сезімді елестетіп hit деп айтамыз. Келесі cough, жөтелу. Cough, бірнеше рет қайталаңыз, елестетіңіз өзіңіздің жөтелген кезіңізді. Cough, жөтелу. Келесі chewing, дыбыс шығарып, шайнайтын таныстарыңызды бірден ойға алыңыздар. Немесе өзіңіздің бір шайнаған сәттеріңізді ойланып, елестетіп айтыңыз. Chewing. Сонымен кез келген сөзді жаттау үшін біз эмоциямызды барынша жоғары деңгейде ұстап, тыңдап, сезініп, елестету арқылы, есту, айту, қайталау арқылы
өзіміздің жадымызға мықтап сақтап алады екенбіз. Сондықтан кез келген сөзді жаттағанда осы эмоцияларға беріліңіздер. Сау болыңыздар, сәттілік тілеймін.